Ой, таң ат кетіпті ғой уже. Басымыз сынып тұр. 2 ай болды уже осылай ауырып жүргеніме. Анам мен қарындасым білмейді. Емденейін десем ақшам жоқ. Анам мен қарындасымды асырау керек. Квартираның ақшасын төлеу керек. В общем, проблема көп. Ой, не істесем екен. Жарайды, бір мәнісі болар. Қазір жұмысқа кетуім керек, жуынып шайынып. Ауруым күрделі болып асқынып кетпесе болар еді. Что-то соңғы уақыттары құлап жүрмін. Басым айналып дірілдеп тоңам. Бірақ мұны анам мен қарындасым білмейді. Үйде сау баланың кейпін салып жүрмін. Олар уайымдамаса екен деп. Осылай тұрым. Әрдайым күліп жүрім керек. О, сәлем, қайырлы таң, балапан. Қалайсың, қарындасым? Сәлем ағатай. Қалайсың? Не істеп отырсың? Таң атпай телевизор көріп отырсың ба? Мультфильм ба? Не ол? Мультик көріп отырмын. Жарайды. Балалар, жүріңдер таңғасқа. Иә, Сендерге вау. сэндвич дайындап қойдым. Ой, рахмет. Жеп алыңдар, жандарым сол. Қандай дәмді, мама. Иә, күшті болыпты, рахмет көп. Асып болсын, сендер үшін ғой бәрі. Өзіңіз жемейсіз ба? Мен тойып алғанмын, сендер жесін деп. Шынымен айтасыз ба? Иә, шынымен балам, Жарайды. тойып алдым. Рай балам, сенің соңғы кездер көңіл күйің жоқ па? Біртүрлі болып жүрсің ғой. Жоқ, менде бәрі жақсы. Оны қайдан Көзің шығардыңыз? бозарып, бір әлсіздік сезем сенен. Ой, осы әлемде менен сау адам жоқ шығар. Мен жұмысқа кетуім керек, анашым. Жарайды балам, енді жұмыс дейсің, бір өзіңе қарап демалып алмадың ба? Жарайды, уайымдамаңыз. Бүгін жұмыс көп, бастық Ну, шақырып енді жатыр. Жарайды балам, сәттілік енді. Ал жақсы, мен Күнің кеттім. жақсы өтсін. Далада қар жауып кетті ғой, Иә, қар жауды ғой, иә, Бір сен машиналы болу керек керемет еді. енді. Жарайды, жақсы балам, сау бола ғой. Давайте, жақсы. Сіздер не, үйде Жұмысыңа боласыздар ма? барамын. Иә, үйде боламыз. Жақсы, сау болыңыз. Қайран анашым, бәрін біліп тұрады әйтеуір, сезеді. Жұмысқа келгенше қатық болдым ғой, ой. Привет, Рай, қалайсың Сәлем, қалайсың? Что-то настроениең жоқ сияқты ма, қалай өзі? Бәрі жақсы, сол күндегі әдеттегідей ғой. Бүгін ерте келіп алыпсың ғой, Иә, что-то. ерте келіп алдым. Бастықтан енді ұрыс естіп қалмайық деп қой кәдімгідей. Маяқтың бәрін толтырып тапты ғой. Грузовик күтіп тұр ма, грузовик Сен шаршап қалмай жұмысыңды жасапсыз да енді бастық келгенше. Иә? Уайымдама, мына жақтың бәрін бітіру керек. Иә, давай енді. Жұмысын жасапсыз да. Иә, қанша зат бар мына жерде. Ой, жарайды. Көз қырқақ, қол батыр. Барып киімімді ауыстырып алайын. Басым айналып тұрған-ай. Күнде осы күнде әйтеуір қу тіршілік. Бір күн құлап қалмасам болар еді. Суығын-ай. Тоң кеттім ғой. Мен қалай жұмыс істеймін? Ой, басым айналып тұрған-ай. Маған не болып кетті өзі? Күн сайын жағдайым нашарлап бара жатыр. Бір құлап қалмасам болар еді. Ей-май. Жарайды, жұмысқа кірісуім керек, не болса да. Барайын, ана грузовик күтіп тұр, картондардың бәрін жеп тастау керек, заттардың барлығын. Давай, Рай, удачи! Рахмет, даусың қандай жағымсыз еді. Ашылмай тұрған ұйқым ашылып кетті ғой сенің даусыңнан. Рай, я все слышу. Ойбай, атай, мына сақ құлақ естіп қойыпты ғой барлық сөздерімді. Басекең де кепті ғой. Ассалаумағалейкум, Басеке. Қалыңыз қалай? Уағалейкумассалам. Қош келдіңіз. Жақсы, қош көрдік. Балам, осы сенің жұмыс істегеніңе сондай бір тәнті боламын. Таң атпастан келіп алып, жұмысқа ерте шығып, жұмысты адалын істейсің сен ғой. Иә, рахмет аға. Жұмысымды адал істеуге тырысам барлық жерде. Балам, осы сен қаншама жылдар болды ғой істеп келе жатқаныңа. Бір атыңа кір келмеді, молодец, сен сияқты балалар болса осы өте тәрбиелісің. Рахмет аға, көп. Жақсы, мен жұмысыма кірісейін бар. Жақсы. Ой, мыналардың Істей ғой, дұрыс. азайын демейді ғой. Грузовикте толмай кетті что-то. Погода страшно болып тұр. Басым айналып тұрса әлі. Басеке, айлықты көтерсе жақсы болар еді. Кішкене еміме де ақша артылатын. Әйтпесе квартирадан артылмайды ақша. Ойбай, белмай. Ауырып кетті ғой. Рай, түскі ас ішіп алайық. Тез. Рахмет, ше бер. Қызым, жұмыстарың қалай? Бәрі жақсы ма? Иә, бәрі жақсы аға. Жұмыстарымыз алға басып жатыр. Рай баламның көңіл күйі жоқ қой, соңғы кездері. Саған айтпадым ба, отбасында бәрі дұрыс па екен өзі? Қызым, білмейсің бе? Иә аға, соңғы кездері көңіл күйі болмай жүрген сияқты. Енді әр кезде әрқалай қалжыңдап ойнасам да енді бұлай
бұрынғыдай емес. Отбасында да жағдайлары нашар сияқты көрінеді. Ақшадан қысылып жүрген сияқты ағай. Қызым, соңғы бір екі айда соны байқадым. Көңіл күйі жаман болып жүр. Бұрын деген ақ жарқын бала еді ғой, қызым, Жарайды, қызым, енді өзім сөйлесермін ол жағын. Аха, жақсы. Бітті ма, бітпеді ма өзі. Айбай, жапшы мына грузовиктің есігін. Түн батып кетті ғой мен мынаны бітіргенше. Ойбай, әр жерлерім жаман болып тұрмай. Құлайтын сияқты жота бар ғой. Басым айналып тұр. Үйге қайтайын, енді кеш батып кетті. Басеке, тиеп болдым тауарды. Енді жөнелтеміз бүгін. Жарайсың, балам, ешқандай заттар қалып қалған жоқ па іште? Жоқ, барлығын тексердім. Барлығы түгел. Давай. Жібердім. Үйге қайтайын енді. Молодец вообще. Қой, киініп қайтайын мен. Сен қашан қайтасың? Қайтпайсың ба, не істеп отырсың? Енді біраздан кейін қайтам. Жарайды, жақсы. Давай, маған десең қона сал. Тағы да басталды мына ауруым. Басым айналып кетті. Ойбай, қалай жетем мен? Білдіріп қоймайын ана қызға. Тағы да бәріне айтып жүр дағы. Рай, бәрі дұрыс па? Көмек керек па саған? Жоқ, айналым бәрі дұрыс, Дұрыс келе кішкене алмай жатса, басым айналып тұр. түрің деген бозарып кетті ғой кәдімгідей. Грипп қой, грипп. Птичий грипп. Че-то білмеймін. Уайымдама, ешкімге айтпай ақ қой, Рай ауыр жүр деп. Өзің білем. Ертең күшті болып келем. Әйтеуір сұрай береді, сұрағы бітпейді. Үйге де жеттім әйтеуір. Далада құлақ бала жаздадым. Түрімді ауыстырайын. Жақсы болып тұрайын. Анашым, анашым, қалайсыңдар? Ағатай. Иә, келдім. Қолайсың, қарындасым, қалайсыздар? Жақсымыз, өзің қалайсың? Түрің не болған Жақсы. жөті? Бәрі дұрыс, күшті бәрі. Үйдің иесі хабарласып жатыр. Үйдің ақшасын беріңдер деп жатыр енді. Ерте ғой, неғып ерте звондап сұрайды? Балам енді. Жарайды, уайымдамаңыз, бірдеңесі болар. Жарайды, жақсы. Ақша тауып берем. Қуақша қысты ғой әбден. Так, қаяқтан ақша тауып берсем екен, Бүгінгі айлығымды қоссам жетпейді. Енді пока что осыны бере тұрайын. Ертең тағы қосып, көбейтіп тауып берерім. Осыны бере тұрсын маманы. Анашым, Ау, балам. мына кішкене азын-аулақ ақшам бар еді, соны сізге бере тұрайын. Тағы да тауып берем ертең қалған, жақсы ма? Балам, енді өзіңе керек емес па негізі? Жоқ, ең басы квартираның ақшасын жапсақ болды ғой. Жақсы болды ғой, қайдан тапсақ екен деп. Қалғанын айтасыз ғой, бір-екі күнде балам тауып береді деп. Өзіңе керек емес па енді? Жоқ, мен жаяу жүре берем ғой. Жарайды онда, жақсы, алып қояйын мен. Жақсы. Кешкі ас ішіп ала ғой, балам, жұмыстан шаршаған шығарсың. Жарайды. Кішкене Күшті. демалып ал, Дәмді сияқты ғой тамағыңыз. Рахмет, дәмді болыпты барлығы. Ағатайым. Че там? Маша көріп отырсың ба? Иә. Жарайды. Кеш көп отырма, ұйықта, Ойбай, өзімді әрең ұстадым ғой. Сразу жатып дем алмасам, дәрі де жоқ ішетін. Тек ұйықтасам ғана нормально болам. Ойбай. Таң атып кетті уже. Жаңа ғана ұйықтаған сияқты едім. Неге мен дұрыс болмай тұрмын? Ұйықтасам кішкене жақсы болып қалушы едім. Ұйқы да әсер етпей тұр что-то. Жарайды, менде уақыт жоқ, кетуім керек. Анашым, сәлем, қайырлы таң. Аман, дәмді сай. Дәмді ма, қызым? Иә. Балам, қалайсың? Жақсысың ба? Жақсы, өздеріңіз қалайсыздар? Машинде бәрі дұрыс па? Иә, менде бәрі дұрыс, өте дұрыс, уайымдама. Осы бала дұрыс деп өзі қайтеді өзі. Уайымдамаңыз, мама, жұмысқа кетуім керек. Давайте пока, кешке көрсеміз. Байқап жүр? Иә. Мәссаған. Что-то мен вообще болмай тұрмын. Мен, құлақ қалам, мен что-то көмек керек-ау маған. Басым қазандай болып тұр. О май гад! Ақыры құлап тұндым. Вот и все моя жизнь. Не болып қалды, балам? Сені осы ауыр жүргенді білгем осы.
Ой, не істесем екен, ойыма ештеңе келер емес. Сен алып больницаға апарайын не. Жағдайыңды көрсін сол жақтағылар. Дәрігер, көмек керек, көмектесіңдер. Ой, не болып қалды Бала ағасы? халі нашар. Тез. Жүріңіз мына жаққа. Жедел. Мына жаққа Тоня палатаға. қай жаққа? Операционныйға жүріңіз мына жақта. Тездетеміз. Айдой. Мына жаққа жатқызыңыз. Болды, өзіңіз шығыңыз енді. Ой, мына баланың жағдайы нашар ғой, мүлдем жата. Дәрігер, не болды? Операция жасайсың ба? Ары Е. қарай қалай болады? Операция әрине жасау керек, бірақ көп қаражат керек. Ауруын жасырған өледі демекші, мына бала ауруын жасырып келген, ешкімге айтпаған Мә, білген. керек па саған ақша? Осы ақшаны жарат енді. Бала тезірек жазылып шықса болды, бастысы. Адал жұмыс жасайтын балам еді. Жақсы, ол жағынан уайымдамаңыз. Бұйырса барлығы сәтті өтеді. Мына ақшамен жазылмаса білмеймін енді. Удачи, балам. Балам, жақсысың ба? Иә, барлығы жақсы. Дәрігер, рахмет сізге көп-көп. Бұл жерге қалай тап болдым мен өзім? Балам, сен жатқаныңа 1 ай уақыт шамасы болды. Иә, ұзақ уақыт екен, менің отбасым біледі ма? Иә, балам, мамаң күнде келеді. Балам, мына ақша саған өз қажеттілігіңе жаратып жаңағы. Үйіңе жарат, анаңа жақсылық жаса осы арқылы. Мен сенің анаңмен сөйлестім, жағдайыңды көрдім. Ауруыңды ешкімге айтпапсың. Иә, аға, айта алмадым, бірақ мына ақшаңыз не үшін беріп жатсыз? Болмайды, аламаймын аға мен. Ренжімеңіз. Жоқ, ал балам. Онсыз да маған жасаған жақсылығыңыз көп. Жоқ, ал дедім ғой, ал. Ой, аға, ұят болады сізден. Ұятсызға ұялған жараспайды. Ой, рахмет аға, қоймадыңыз ғой. Мына ақшаға мен бүкіл жағдайымды, анашымның, қарындасымның жағдайын жасаймын ғой. Жақсы, мен кеттім, уақытым жоқ. Жақсы аға, сау болыңыз. Алақай, мен бүгін баймын. Мен енді баймын. Үйге барып, анашым мен қарындасымды қуантаймын, кеттім. Ура, жақсы болды ғой. Анашым, қайдасыңдар? Анашым, мен келдім. Мен жазылдым. О, балам, Қалайсың, қарындасым? жағдайың қалай ма? Сонша ақшаны қайдан алдың сен? Менің бастығым менің адал еңбегім үшін осынша ақшаны маған сыйлады. Сіздердің жағдайларыңыз жасасын деп. Бастығыңа рахмет айттың ба өзі? Иә, Тіпті керемет қой. қуанышым қойныма сыймай тұр, анашым. Балам, не айтарын білмеймін, бұл не деген бақыт? Анашым, енді біздің өз үйіміз болады. Керемет. Біз жақсы жағдайда тұрамыз. Алақай. Жақсы болды. Мен көре қаламын. Иә, барлығын алып беремін саған, қарындасым, уайымдама. Керек заттарыңызды. Молодец менің. Көңіліңді бөлмесең өкпелеп қаламын, қаласаң да, сен қаламасаң да. Әнші мама. Осы тренд екен ғой. Қабағыңды тие бір көңіл аудармаймын. Біз енді баймыз.